бізде қайта басады. Сондықтан біз бұл Қазақстанға жағына келгенде біз мүмкіндігінде суды толық жеткізуіміз керек. Егер біз Қазақстанға өктемдік жасайтын болсақ, болашақта ақш, Тәжікстанға кіріп, анау оңтүстік Шинжаңдағы Қарым өзенінің басынан суды бұрып алатын болса, біздің бүкіл Шинжаңның экологиясы бұзылады деген мәселені айта бастады. Экологиялық апат. Экологиялық апат. Қазірдің өзінде біздің ертіске, Қытайдың жерінде, Қытай үлкендікшілі 15 өзен құралып келіп Қазақстаннан өтеді. Ал соның ішінде тек Қазақстан жағына өтіп жатқан өзен, біздің қазіргі экологтарымыз айтады, ертіс өзенінің негізгі бөлігі Қазақстанда қалыптасады 60-70%, Қытайдан тек 30% келеді дейтін өзінді алдаусырататын бір әңгіме айта бастады. Ал шын мәнінде ар жағындағы Қыран, Буыршын өзендерін Қытай әлдеқашан бұрып болды. Ол жердегі салынған тоған, ол жердегі жаңағы су тоспаларының қанша екенін санын білу қиын. Бұрын Қытай судың жердің бетімен әкетсе, қазір жердің астымен әкетіп жатыр. Кәдімгідей жасырын саясатшы ретінде жүргізіп жатыр. Оның үстіне халықты шекараға келіп тұрақтандырып жатыр, отырықтандырып жатыр. Олардың мақсаты жаңағы сіз айтқандай кім қаншалық игеріп жатыр мәселесіне келіп сайып тұр. Ал біздің шекаралық аудандарымыз есесіне халық босап барады судың жағасынан. Олар да айтады, сендердің жерлерің ен жатыр, суың ертісің тегін кетіп жатыр, біз пайдаландық, 30% пайдаланып отырмыз деген әңгіме айтады. Сондықтан біз бұл мәселеге келгенде екі жақты келісімді қашанда үлкен кіші ел демей отырып өзіміздің саясатымызда берік ұстануымыз керек.